Мен әртүрлі витаминдер ішуге түбегейлі қарсымын. Себебі сіздің ас қорыту жүйеңіз дұрыс жұмыс жасамай тұрғандықтан күнделікті ішіп жеп жүрген тамақтың құрамындағы әртүрлі пайдалы витаминдер ағзаңызға дұрыс сіңбей тұр. Тура сондай кезде сіздер витаминдер ішсеңіз, ас қорыту жүйенің тепе-теңдігі одан арман бұзылып, көптеген аурулар пайда болады. Не үшін ішкен жеген тамақтың құрамындағы витаминдер ағзаға дұрыс сіңбейді деген кезде, ең біріншіден асқазан тамақты дұрыс қорытпайды. Екіншіден, адамдардың көбісі тамақпен бірге, тамақтан кейін әртүрлі шай ішеді, тамақ қорытатын заттар ішеді. Үшіншіден, тамақ ішкен сайын өт дұрыс қышқыл бөлмейді. Төртіншіден, ұйқы без дұрыс сөз бөлмейді. Егерде адамның ішкен жеген тамағының құрамына өттің сұйықтығы, ұйқы безінің сөлі бөлінбесе, ол ішекке барған кезде ыдырап, оның құрамындағы витаминдер қанға өтпейді. Сол себепті витаминдерді үйіп төгіп іше бермей, ең біріншіден ас қорыту жүйесін дұрыстау керек, өтті, ұйқы безді, асқазанды емдеу керек. Ауырмаңыздар, әрқашанда табиғи өнімдер ішіп, денсаулықты нығайтыңыздар.